Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ пончиктің рецептімен бөлісетін боламын. Лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті, сары майды, 2 жұмыртқаны, шекерді, шым-шым тұзбен 2 шай қасық ашытқы салып араластырамыз. Үстінен ұнды жартыдан сала отырып, жұмсақ етіп, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Илеп болдық, енді бетін жауып 1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. 1,5 сағат өтті, енді қамырымызды ыдысынан алып, астына ұн себелеп барып жаямыз. Қолға жабыспас үшін тағы да бір рет ұнға аунатып алып, жайсаңыздар болады. Қамырды жайғанда қалыңдығы өте жұқа не өте қалың болып кетпеу керек. Видеодағыдай етіп, осындай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Енді стаканмен не болмаса домалақ пішінді осындай кез келген формамен кесіп, орта бөлігін одан кішірек формамен тағы да кесіп аламыз. Дайын болған пончиктердің астына жабысып қалмас үшін міндетті түрде осылай ұн себе отырып қойып шығуымыз қажет. Остатықтарын қайтадан жинап алып, осылай ұн себе отырып жайып, тағы да кесіп алуымызға болады. Ал мына кіші бөліктерді бауырсақ қып пісіріп алсаңыздар болады. Кесіп болған соң бетін жауып, осылай 30 минутқа қалдырамыз. 30 минут өткен соң пончиктеріміз осылай көтеріліп шығады. Содан соң бір-біреуден алып, қызып тұрған майда екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Пончиктерді пісіріп болдық. Енді бетіне глазурын дайындаймыз. Ол үшін шоколадқа сары майды қосып, микроволновкаға 2 минутқа ерітіп аламыз. Жақсылап араластырып, кішкене суытып алған соң пончиктарымызды осылай шоколадқа малып алып, үстінен жаңғақты езіп, не болмаса сгущенканы зебра етіп, узор жасап, болмаса өз қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Осымен біздің өте дәмді әрі жұмсақ пончиктарымыз дайын. Баршаңызға ас болсын.